Машқұр Жүсіп бабамыз қазіргі қазақтың тілі қатындарда қалды деп Рас. жазып кеткен екен. Рас. Жалпы Машқұр бабамыз не айтқысы келді? Ол былай. Қазақтың тілі қатындарда қалды деп. Мынау дейді, қазақтың дейді, еркектері дейді, еркектері. Оқимыз деп дейді, оқиды ғой енді. Орысша оқиды, арабша оқиды, әйтеуір оқиды ғой. Оқимыз деп дейді, анау қазақтың тілінің құнарын жоғалтып алды дейді. Ал сонда қазақтың тілі дейді, оқымаған қазақтың қатында қалды дейді. Өйткені байқайсыз, оқыған ана орысша оқыған, ағылшынша оқыған, арабша оқыған адамдар қазақтықтан көбісі қазақтықтары қандай болады? Әлсіз болады да. Неге олар бүкіл қуаты қайда кетіп қалады? Ана оқуға кетіп қалады да. Сонда Машқұр айтады ғой. Біреулер барып дейді, ит өлген жерге барып арабша, парсша оқып келеді дейді, бірақ қазақ тілін білмейді дейді. Қазақ тілін білмегеннен кейін олардан дәнеме шықпайды дейді. Аға, жалпы осы мен өзім ойлаймын да, жеке пікірім. Орыстардан емес, орыстанған қазақтардан қорқуымыз керек ау, иә? Не қазақ емес, не орыс емес. Осыған қалай қарайсыз, көке? Енді ол былай. Орыстанған қазақ, ол да біздің қазағымыз. Оларды кері итеруге болмайды. Енді ол Абай айтады ғой, әке. Біреулер айтады мысалы, ой, олар кеткен енді. Оларды өзгерте алмайсың деп асан қайғыға салады. Ол да дұрыс емес. Неге? Өйткені Абай айтады ғой. Кісінің мінезін түзетуге болмайды деген адамның тілін кесер едім дейді. Сондан ол әге біз қоюымыз керек. Орыстанған қазақ, шала қазақ, оңтүстіктің қазағы, солтүстіктің қазағы, Моңғолияның қазағы, Қытайдың қазағы, Ресейдің қазағы деген қырт әңгімені қоюымыз керек те. Қазақ ол бір қазақ өзі, бірақ қазақ болды. Сен мықты болсаң, сол бәрін бауырына тарт. Олар жетіскеннен өйтіп жүрген жоқ қой. Олар да сол жетіскеннен сол орысша сөйлеп жүрген жоқ. Олар да бір жаңағыдай жағдайдың, отарлау саясатының нелері ғой, құрбандары. Сен ақылды болсаң, соларды кемістігін толтыр, жығылған тұрғыз, жылаған көзін сүрт, сөйтіп қосып ал өзіңе, түсінесіз бе? Қазақта бір сөз бар, кең болсаң, кем болмайсың дейді, түсінесіз бе? Ницше айтады. Ницше айтады. Мысалы дейді, мынау алып мұхиттар бар дейді. Алып мұхиттар бар. Оған дейді, неше түрлі кір, лас, сулар, жылғалар ағып қосылады дейді, бірақ мұхит бәрі мұхит тұғынан танбайды дейді. Неге? Өйткені ол мұхит дейді. Олардың бәрін таптаза қылып жүреді дейді. Біз қазақ деген, біз мұхит болуымыз керек те. Анау жылғалар ағып келіп жатыр ғой, соны тазартуымыз керек біз. Ол үшін бізге кеңдік керек. Қазір біз өзі қазақпыз. Анау қазақ, мынау қазақ деп бөлінетін болсақ, бөлінгенде бөлінбейді біз. Көрінгенге, жат елдерге, жат жаңағы мәдениеттерге біз жем боламыз. Көке, осы сіз айтқандай жылғалар тазартатын бүгінгі қазақтар, сіз де ренжімеңіз, мен де ренжімеймін. Көріп отқан 600 адамды ренжімесін. Сол азаматтар, мен азаматшалар чартерный самолет мініп, Испаниядан, Италиядан әбеттеніп, Германиядан кешкі тамағын ішіп жүрген осы күнге дейін, карантинге дейін. Мынау саусағына бір тікен кіріп кетсе, соны барып Германияда, Израиль емдетіп жүрген, көке. Ондайлардан не күтеміз енді? Не дейсіз, көке? Енді мен сізге айтайын. Ол жаңағыдай жалпы мынау мен ұғымда мысал келтірем. Мысалы бір мектепті алайық. Мектептің сол сынып дейді, бір сыныптың балалар деңгейі төмен болса, мысалы, болды ғой сонда мектепте болады өзі. А, Б, В, Г, А, минус, Б, бөледі өзі. Деңгейі төмен балаларды сорттап қояды да. Сонда деңгейі төмен сыныпқа көрінген деңгейі төмен мұғалім сабақ бере береді. Ал деңгейі жоғары балаларға деңгейі төмен мұғалім бір күн сабақ
1 минут сабақ бере алмайды, бергізбейді, қуып шығады. Сол сияқты егер жаңағыдай басшылар халықтың талан таражға салып жатса, ол біздің кемшілігіміз, сөзсіз, біздің деңгейіміз төмен болып тұр ғой. Біз өзіміздің ақымызды сұрай алмай отырмыз, біздің көзіміз ашық болмай тұр. Біз әділ, біз принципшіл бола алмай отырмыз, біз қорқып, үрейленіп. Айтады ғой, жасықтық, тағы бір жауың жасықтық, жалатпас аузыңдағы балыңды, қорқақ болсаң, ұралар қораңдағы малыңды дейді, сөзсіз. Біз жасық, қорқақ болғаннан кейін, әрине олар ойына келістейді. Қазақта сөз бар ғой әге. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді. Ол, біз тағы айтылып айтамын, Нұрсейіт бауырым, біз ана салдарларын күреспеуіміз керек. Айтады ғой әге, әр халыққа өзіне сәйкес билік берем дейді. Егер халық 30 жыл бойы той мен думаннан көзін ашпаса, әлбетте ол ойына келген істейді олар. Енді көке, бүгінгі таңда шындықты айтқан өлетін, өтірік айтқан өсетін заман болып тұр ғой. Ол қашанда солай болған. Мәшһүр айтады, екі нәрсе өмір өзгермейді дейді. Қай заманда болмасын. Бірінші дейді, наданның надандығы өзгермейді дейді. Бірмін? Екіншісі дейді, шындықты айтушының қасында ұмсынып өлтірушісі даяр тұрады дейді. Ешқандай қоғамда, ешқандай заманда бәрекелді, шындықты айттым деп арқасынан қағатын адам болмайды. Сондан ондай нені қою керек, иллюзияны. Мен шындықты айтатын уақыт келеді, келмейді. Келмейді? Келмейді, ондай уақыт болмайды. Сөзсіз. Ол өзгермейтін екі қағида бар, мәңгілік ол, сөзсіз. Шындықты айтатын адамның қасында ұмсынып өлтіруші даяр тұрады дейді. Түсінікті. Сонда баяда бір сұрақты ғой. Айта бер жа. Жоқ, сіз айтыңызшы, маған сіздікі қызық болып тұр. Сонда баяда бір сұрақты ғой. Мына қоғам қашан өзгереді деген ғой. Қашанғы күтеміз, қашан өзгереді дейді. Қазір біздің қазақ қоғамы былай күтіп отыр да. Қашан өзгереді деп. Сонда данышпан айтты, егер күтсең, ұзақ күтесің депті. Омар аға, әнімін дегенше 30 жылымызда өтіп кетті. Алдағы 30 жылымызда қалай елестетесіз көзіңізге? Енді ол былай. Немістің ұлы ақыны бар, Гёльдерлин деген. Гёльдерлин, сол айтады ғой. Қауіп бар жерде дейді. Қауіп бар жерде. Где есть опасность, дейді, там вырастает и спасительное дейді. Қауіп бар жерде дейді. Құтқарылатын нәрсе өсіп шығады дейді. Қазақта бір сөз бар, жаман айтпай жақсы жоқ. Мына өзі қоғам іріп-шіріп жарылу керек, сөзсіз бе? Соңына дейін. Біз қорқамыз ғой, мысалы, көбінесе. Ойбай, құрайын деп жатырмыз, өлейін деп жатырмыз. Мағжан айтады, қазақ ұйқыда дейді. Қазақ ұйқыда жатыр дейді. Сондан мен дейді, Мағжан айтады, мен қазақтың дейді. Ұйқыда қазақты жыланның шаққанын қалаймын дейді, сөзсіз бе? Шақсын дейді, оны шақсын. Сонда ғана ол оянады дейді. Сол сияқты мынау ситуация нашарлаған сайын біз зәрем ұшады ғой. Негізінен мен өзім ойлаймын, бұл ескі жаңағы ылғи айтамын, анау шихан бәрімізге адам болғаннан кейін шихан шығады ғой бәрімізге. Сонда шиханымыз қалай жарылады ол? Мысалы, шиханды сығасың, ол жарылмайды, уақыты келмейді. Әбден пісіп, қабарып, әбден жаңағы піскен кезде ол өзінен өзі жарылады. Сол сияқты қазіргі ситуация қорықпау керек негізінен. Мен өзім ойлаймын, әр жамандықтың артынан жақсылық келеді, әр қиындықтың артынан жеңілдік келеді. Бірақ қол қусырып қарап отырмау керек. Әр адам өзінің тиесілі міндетін атқару керек. Бірақ бұл Омар аға, менің жеке пікірім ғой. Біздің жарықтық мәдениет министрін айтам да. Жалпы
осы сіздей азаматтарға қолдау көрсету керек қой аға. Енді оны енді тағы айтылып айтамын. Бірақ сіз Нұр Отаншыл болып кетпеу керексіз көке. Жоқ, ол мәселе былай ғой, Нұрсейіт бауырым, былай. Ер қадірін ер біледі дейді. Ер қадірін ер біледі дейді. Сондықтан Тұрмағанбет Істілеуов деген жырау болған Қызылордада, Қармақшы ауданында. Шахнамен аударған. Соны халық комиссары Темірбек Жүргенов Тұрмағанбет Істілеуовты тауып алып, 3 жылға 60 қанша жаңағыдай не ішем, не жейм демей проблемасын бәрін шешіп шахнамен аудартқанда. Неге? Өйткені Темірбек Жүргенов өзі ерді. Ал ер қадірін ер біледі, зер қадірін зер біледі. Сондықтан билік басына ерлер келу керек. Солар ерлер. Солар ғана сонда елдің сөзін сөйлейтін ерлердің қадірін сонда ғана олар біліп, сонда ғана оларға көмектесіп. Не өйткені тағы айтылып айтам, мәселе менде де емес, сенде де емес. Мәселе кім халыққа пайдалы. Соларға көмектесуіміз керекпіз. Яғни халыққа пайдалы адамға көмектескенің, халыққа көмектескенің. Халыққа пайдалы, осы пайдасы тиді де адамға салған инвестицияң, қазаққа салған инвестицияң, соны түсінетін уақыт келді ғой бізге. Біз кімге көмектесеміз? Біз көрінгенге, еңбектенбейтін, жалқау, білімсіз, надандарға көмектесеміз де, олар одан сайын бұзылады. Одан сайын қоғамда массалық психология артады. Сонда қазақ айтады ғой. Жақсыға көмектессең дейді. Жақсыға, яғни көк итке жақсыға көмектессең, есінен кетпейді. Жаманға көмектессең дейді, есігінен кетпейді. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Жалпы Омар аға, сіз баған айтып отырсыз ғой енді, билікке нағыз ерлер бару керек деп. Әлбетте. Сол сіз сенетін, сіз болашағынан үлкен үміт күтетін біз бір 5 ерді атап беріңізші маған. Кімдер олар? Бізде қоғамда алда жалда. Бізде мысалы қараңыздар, бізде өте көп адамдар бар. Мен сізге айтайын, оны санап бітіре алмаймын. Өте мықты жігіттер өсіп келе жатыр қазір. Мысалы, 5-еуін айтыңызшы көке маған. 5-еуін айтыңызшы. Мен мықты болсам мен сізді қоштаймын көке. Енді мен олардың бәрі өте көп жігіттер, қазір елдің сөзін сөйлеп жүрген жігіттер бар ғой. Мысалы, елдің алдында жүрген жігіттер бар. Мысалы, енді білмеймін, біреуге ұнайды, біреуге бұл менің енді көке маған айтыңызшы. Ешқандай партияда жоқ. Өзінің сөзіне жауап беретін таудың тасындай азаматтардан 5 азамат атап беріңізші. Кімдер олар көке? Енді 5 адам дегенде енді өзінің пікірі бар жігіттер, мен енді білмеуім мүмкін олардың көбісін. Енді елдің алдында жүргендер, маған көкейіме қонатын жаңағыдай жақсы сөз айтып жүрген, мысалы, Марғұлан Сейсенбай. Мысалы, ол бәрін көргенде, мысалы. Марғұлан да сізді көп мақтайды ағамызда. Рас қой енді, ол рас. Мысалы, мықты жігіт та ол. Жақсы, мен келісем, Марғұлан, сосын тағы кім бар? Мысалы, тағы қандай мықты жігіттер бар бізде. Мысалы, өзіндік пікірі бар, жаңағыдай. Мысалы, маған Мұхтар Тайжан ұнайды. Жақсы жігіт қой, мысалы. Жақсы жігіт, сауатты, өте сауатты. Тағы қандай жігіттер. Енді мен білмеуім мүмкін көбісін. Мысалы, Марғұлан Сейсенбай, Мұхтар Тайжан, тағы қандай бізде мықты жігіттер бар. Бейсен Құранбек бауырымыз. Бейсен қаншалықты лайықты деп ойлайсыз? Өте лайықты жігіт. Мысалы, ол қазір неге ол Бейсен неге сырқаттанып қалды? Өйткені ол елдің қайғысын бойына алды да. 5 жыл бойы хабар бар ғой, айту оңайда. Одан кейінгі қарекетте қаншама адамның көз жасын сүртті, қанша адамның қайғысын ішіне алды да, ол елдің, мысалы, ол шалқып балқып өмір сүруіне болушы еді, жаңағыдай. Сіз айтты, самолетке мініп, Италияға барып кеп, Мальдиваға қыдырып, оған жағдай жететін жігіт ол. Бірақ соған қарамастан, ол өзінің денсаулығын сол ел үшін берді да, міне, Бейсен Құранбек нағыз. Осы жерде сіздің мен сөзіңізді бөлейін.
Мен де Бейсен Құранбек деген сөзіңізге қосылам. Себебі Бейсен ағамызды облыс әкімі өзінің орынбасары қылып шақыратын кезде ол бас тартқан азаматтардың бірі, тұңғыш журналистердің бірі. Жалпы сондай зам әкімнің помощник, әкімнің көмекшісіне бас тартқан азаматтардың бірі Бейсен ағамыз. Ашығын айту керек. Ал қараңыздар, сосын мына қараңыздар. Мына қазақтың бүкіл мәдениетін, жырын, ән өнерін, қазақтың тарихын, шежіресін бойына сіңірген Ерлан Төлеутай деген жігіт бар да. Рас. Мысалы, ол мәдениет министрі болуға лайық та ол. Серік Әбікен деген азамат бар, Серік Әбікен. Сол, мысалы, Ерлан Төлеутайдың, мысалы, әлі күнге дейін 50-ге келді, әлі баспанасы жоқ, мысалы, пәтер жалдап тұрады. Бақытберхан деген бауырымыз бар, оны біле шығарсыз. Мықты жігіттер көп бізде. Сосын, мысалы, қазақтың тарихшыларының ішінде өте мықты тарихшы бар. Ол екі жігіт бар, мен қазір кезде екеуі де, біреу менің ұстазым, өзім ұстазым болып айтудан жоқпын, бірақ жаңағы ешқашан бұра тартпайтын, қазақтың тарихын бойына сіңірген мәшһүрдің ізбасарлары болып есептелетін ол екі тарихшы бар. Біреу Жамбыл Артықбаев профессор, білім министрі болуға лайық. Екінші Мақсат 65 деген жігіт бар, жас қайратты. Мықты жігіттер көп бізде. Ғани Бейсенбай деген психолог жігіт бар, кешегі Асылөйдің шәкірті. Ел десе, жаңағы жүрегін жұлып беретін. Көп бізде жігіттер. Ал көке, енді сұрақ. Бұндай жігіттерді не себепті аға төскейде бастары қосылмаған жігіттерді қашабы сол билік басында бастарын құрайтын бір азамат табылмайды бүгінгі таңда? Тағы айтып отырмын ғой, мынау елдік мұратты ойлайтын. Өзі былай ғой, мысалы. Сол елдік мұратты ойлайтын, сол жүйеде ойлайтын адамдар көп болған сайын, сол өзіне сол жүйедегі адамдар тарта бастайды. Қуды қу табады, шұқанақты су табады дей ме қазақ? Сондай принцип қой бұл. Ағайын, мына сұраққа жауап беріңізші. Асықпай суыңыз ішіп аға. Өзбек ақаларымыз орыстарға жағымпазданбай, тәжіктер жағымпазданбай. Шынын айту керек, енді Ахмат Силадан басқа чешендер жағымпазданбай. Мына жақта қырғыздар да жағымпазданбай. Біз неге өте қатты жағымпазданамыз көке осы? Енді ол былай, мынау қазақтың өзінің рухы. Сіз білесіз бе, қазақ деген керемет халық болған бұрын. Абай айтады ғой, біз қазір кезде былай ғой, бізде бүйтіп айтады да, бұрын қазақ, ол мындай әңгіме шықты ғой, ол қазақ деген бұрын мемлекет болмаған, қазақ деген мал бағып жүрген, енді мемлекет болып жатырмыз деген сияқты әңгімелер шықты ғой бізде. Бұның бәрі өтірік әңгіме ғой негізінен. Абай айтады ғой, бұрын дейді, біздің бабаларымыздың дейді, бізге қарағанда мәдениеті төмен болған шығар дейді. Бірақ бізде жоқ екі қасиеті бар еді дейді. Қандай қасиет дегенде айтады? Олар дейді, екі тізгін бір шылбырды бір адамға беріп, сол жақсыларға бағына білетін дейді. Яғни хандарға, мынау кешегі Кереймен Жәнібектен бастаған Хақназар, мынау біздің бүкіл Қасым, Жәнібек, Керей, осылардың бәрі біздің мынау кешегі қазақтың ел қылған біздің төрелеріміз. Соған бағынатын, сол қасиет біз жоғалттық дейді. Мынау 30 жылдық жүйе келді, қазақ қазір бағынбайтын болды ешкімге. Сөзсіз. Сонда қазақ айтады, Абай айтады, бас-басына би болған өңкей қиқым дейді. Мінекей, бұзған жоқ па елдің сиқын дейді да. Яғни, шын мәнде қазақтың қамын ойлайтын,
бір адам шықса, мысалы, бір адамға шықса, ол міндетті түрде емес жаңағыдай президент болу. Президент те кіреді оның ішіне. Ол бір әулеттің үлкені. Ол бір корпорацияның бастығы. Кез келген ақылды, халықтың қамын ойлайтын адамға бағына білу керек та. Дұрыс айтасыз. Көке, мен бұл сұрақты не үшін қойдым мен сізге? Мынаны қараңызшы, көке. Неге біз орыстарға жағымпазданып бір, білмеймін енді. Бәлкім алдағы уақытта қалай болатын? Аға, біз өзімізді керемет қазақ осы білектің күшімен, найзаның ұшымен, даланың бәрін алып қалған қазақ білімді, қазақ керемет дейміз, қазақтың рухы бойында тасып тұр дейміз. Көке, рухымыз бойымызда тасып тұрса, мына сұраққа жауап берейікші, сіз боп, біз боп. Біз Кейкі Мергенмен осы күнге дейін Кенесарының басын ала алмай отырған емес пе Эрмитаждан? Енді ол такой степени прикол ұстағанын соншалықты мынандай темекі тастайтын, бағанағы темекінің шоғын тастайтын қып тастаған ғой бастарын, көке. Енді бұдан кейін не дейсің? Мен сізге бағана бұны айтып кеттім ғой. Бұл салдарлар ғана. Мынау бір халықты қорлау үшін оның басын шабады да, басын шабады. Басы деген не? Бас дегеніміз мынау кез келген ұлт, қоғам, ол организм сияқты, оның басы болады. Бас деген не? Сол халықтың элитасы. Соны басқарып тұрған билік басындағы адамдарды қазақ бас дейді. Басшы деген осыдан шыққан ғой. Сонда мына қоғамды құлдану үшін соның басын шауып алады да. Сонда ол біздің Кенесарының басы шабылған күн дейді, Серік Асылқар айтады ғой. Қазақ бассыз қалды дейді. Салт, бассыз салтас, Майн Риттің романы бар ғой. Всадник без головы. Соны Серік Асылқар айтады. Кенесарының басы шабылған күні қазақ бассыз қалды дейді. Яғни бұл Кенесарының басы деген не? Ол біздің еркіндігіміздің символы. Өйткені бас жоқ адамда ойлау жүйесі болмайды. Бас жоқ адамда ол құлдық қамытын киеді, бас жоқ адам. Сондан сіздің айтқандарын тағы айтып айтамын. Ол жағымпаздану, принципсіздік, бұның бәрі бассыз қоғамның, яғни кешегі Кенесарының басы шабылғаннан кейін қоғамның симптомдары да бұл. Көке, сосын бір нәрсе айта кетейін. Мысалы, мынау бізде қазіргі кезде жазушылар. Мысалы, бізде бұрын қазақ жазушыларға қарайтын, жазушылардың аузына қарайтын. Жазушылар қазақтың элитасы болатын, Сондан қазіргі кездегі мынау халық бұрын кітап оқитын. Сонда қазіргі кезде жазушылар позициясын беріп қойды. Санаулы ғана жазушылар қалды. Мысалы, позициясын бермеген, билікке араласпаған. Мысалы, Мұхтар Мағауин, қазір неде, Америкада тұрады. Америкада тұрады, Америкада. Сонда мынау қазіргі кезде бізге мынау кітап оқитын азаматтарды өсіп, ол үшін жазушылық кәсіп бар ғой. Соны біз ретке келтіруіміз керек те. Жазушылық адамға пайда келетін болу керек. Яғни ол үшін гонорар жүйесін қалпына келтіруіміз керек. Халықтың деңгейін көтеремін десеңіз, кітап оқыту керек. Ол үшін халықтың жазушылар. Жақсы жазушы қашан пайда болады? Қашан ол өзінің кітабына ақша алып, Мұхтар Мағауин сияқты. Мұхтар Мағауин айтады ғой, мен бір кітабыма дейді, бір кітабымды шығарып дейді, жыл 12 ай қымыз жеп, қазы-қарта жеп, бала-шағаммен Қара теңізде демалуға мен жағдайым келді дейді. Рас па? Рас. Сондықтан ол мен қазақ халқына жаным ашиды деп айғайлай берудің қажеті жоқ. Құр айғайды қою керек. Нақты деректерді жасау керек та, істер істеу керек. Ол үшін не? Интеллектуалдық еңбекті бағалайтын тетіктерді қалпына келтіру керек. Кітап жазу адамға пайда келетін болу керек. Сол кезде мықты жазушылар шығады. Журналистика. Ол да гонорар жүйесіне көшу керек. Мықтысың ба? Мықты жазасың ба? Ақшаң көп болу керек. Сонда қазіргі неге бізде мысалы халық панасыз, өйткені журналистика ол өзінің міндетін атқарудың орнына биліктің сойылын соғып отыр. Керемет. Неге? Өйткені олар тәуелді, сөзсіз бе? Тәуелді. Кімнің астауынан жем жесең, соның сөзін сөйлейсің. Ал әлемде бүкіл ақпарат құралдары тәуелсіз.
несіге айтайын. Нью-Йорк Таймс ол тәуелді емес қой мемлекетке, тәуелсіз. Дұрыс па? Біз де соған келуіміз керек. Сондықтан жаңағы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының айтып отырған позициясы осы. Біз дейді, мынау қоғамды әртараптандыруымыз керек. Диверсификация дейді ғой. Мемлекет өзінің қолындағы бүкіл тетіктерді ақырындап жіберу керек. Әсіресе мынау бақ саласында еркіндікке қарай. Одан қорқудың қажеті жоқ. Неге? Өйткені еркін халық қана шығармашылықпен айналысады. Еркін халық қана экономикалық реформа жасай алады. Еркін халық қана ақыл ойы ноқтасыз халық қана технология жасап шығарады. Ал халықты бүйтіп қысып ұстасаңыз, ешқашан да бізді ғой. Ақылға еркін ой керек дейді. Матаудан ойды азат қой. Ал бізде қазіргі кезде ақылы бар адамдар, еркін адамдарды қудалау, соларды қысып ұстау. Сөзсіз, ол дұрыс емес. Қоғам ешқашан дамымайды. Керісінше біз қорықпауымыз керек. Керісінше біз қазіргі кезде артымыздан еркін ойлайтын азаматтарды тәрбиелеуіміз керек. Неге? Ертең болашақта елдің тұтқасын соларға беруіміз керек. Еркін ойлайтын. Абай айтады ғой. Ақылды бізге қазір кімдер керек дейді? Ақылдылар керек. Ақылды деген кім дейді? Сода Абай. Ақылды деген кім дейді? Ақылды ол ақылды қара қылды 40-қа бөлмек. Мысалы, бұрын Абайға дейін қылды ұзыннан қаққа бөлетін. Қара қылды қақ жарған дейді. Билер. Енді заман күрделеніп кетті дейді Абай айтады. Енді қазір қара қылды ұзыннан 40-қа бөлетін адамдар керек. Яғни біздің парасат пайымымыз соған жететіндей болу керек дейді. Біз қазір ақ пен қараны, жақсы мен жаманды айыра алмай мәңгіріп отырмыз ғой қазір, шыны керек. Рас. Ал Абай ақылды қара қылды 40-қа бөлмек. Сіз ойлаңыз, ұзыннан. Өте керемет. Омар аға, қашанда қазақ философиясының, бүгінгі қазақ философиясының азу тістерінің бірі бола беріңіз. Азуларының бірі бола беріңіз. Шоқтығыңыз биік болсын көке. Ағамда отырған көпшіліктің де бір қоятын сауалдары бар шығар. Рұқсат болса, көрермендер бізді сыйлап көріп отқан, сіздерге алғысымыз шексіз. Сосын енді несіге бір нәрсе айтайыншы. Біз елміз ғой. Бағана сіз 5 адамды айттыңыз ғой. Соның ішінде мен бір жігіттің атын айтпай кеттім. Ол мына 90-шы жылдары тәуелсіздік алған кезде қазақтың бүкіл әдебиетіне, бүкіл қоғамдық ойына ревизия жасаған, анау ескі Авгий қорасын тазалаған бір мықты ойшыл жігіт, жас жігіт. Сол кезде жас қой енді, қазір енді 40-тың қырқасына шыққан Дидар Амантай деген философ бар. Өте мықты жігіт. Қазірде ол жігіттің де жағдайы мәз емес. Өйткені халық, біз қазір біз сол жігіт, сол Дидар Амантай сияқты, Ерлан Төлеутай сияқты, Бесен Құранбек сияқты жігіттерге біз көмектесуіміз керек. Неге? Олар біздің, егер мен естіп отқан жігіттер болса, жаңағыдай, осы қазақ дейтін жаңағыдай, ішкен жегеннен мүсет тұтпайтын, сол жігіттерге көмектесуіміз керек. Неге? Өйткені оларға көмектескенбіз, қазаққа көмектескенбіз. Болды. Осыны әдейі айтып отырмын мен. Өте дұрыс айтасыз. Омар аға, өзіңіздің де шығарсыңыз биік болсын көке. Ешқандай пікірге назар аудармаңыз. Сіздің артыңызда жалындаған қазақтың мыңдаған жастары тұр көке. Сіздің бір тал шашыңыз үшін біраз жерге барады. Алла разы болсын. Ахметбек Нұрсиланың, басқаның не аласыз пікірлеріне көке? Мен ешқандай да пікірге назар аударып отқан жоқпын. Өйткені мен бұған көке түсіндім. Көке, мен комментарияларды қостым. Қазір рұқсат болса, комментариялар, құрметті көрермендер, сіздерде барынша өте қысқа нұсқа жазуға тырысыңыздар, өйткені зависать етеді қазір бәрде. Сет дұрыс емес, мен жақта да. Сіздердің сұрақтарыңызды міндетті түрде Омар аға жауап беруге тырысады. Достар, сондықтан мархабат. Сұхбат ұнады ма, достар? Бірінші осыдан бастайық. Сосын Омар ағаға қандай сұрақ қоюларыңыз келеді, соны айтып отырыңыздар, жаза отырыңыздар, көкейкөз сұрақтарыңыз болса. Оразаларыңыз қабыл болсын. Үлкен рахмет. Машаллах, баракаллу хиким. Баракаллу хиким. Рахмет, керемет. Омар аға, қалай қарайсыз бұндай сөздерге? Рахмет, Алла разы болсын. Енді мен өзім Омар аға, мына сұраққа жауап беріңізші, қысқадан нұсқа. Қазір психологтар көп, оларға қалай қарайсыз дейді. Қарсыласыңыз жазып жатыр. Енді психолог, жалпы мынау
психологтардың көп болғаны жақсы, неге өйткені халық өзі жақсы мен жаманды айырып алады. Нұралы су берсін маған. Көп болған дұрыс. Одан ол психологтар ішінен өздері шығады жақсылары, міндетті түрде. Бірақ психологтардың ішінде бір нәрсені айтайын дегенім, мен мынау қазақтың мәдениетін меңгермей адам психолог бола алмайды. Сонда қазақтың мәдениетін міндетті түрде меңгеру керек. Ол батыстың психологиясымен ол қазаққа ол психолог бола алмайды. Осын мықтап ұстасын еске. Өлшем. Жақсы. Мына сұраққа жауап беріңізші Омар аға. Астыңызға тағы орнаса, сіз өзгеріп кетесіз ба дейді көке? Жоқ, мен өзгермеймін. Я енді былай, мен өзгермеймін. Неге өйткені мен өзгеретін уақыттан өтіп кеттім ғой. Мен мысалы 18-де болсам өзгеруім мүмкін, жаңағы тақтың буына, ақшаның буына мастанып. Қазір енді біз жер ортасына келдік. Енді бізге қайдан өзгеру? Керемет. Омар аға, жалпы мынау діни ағымдарға байланысты сұрақ қойып отыр. Салафиттер туралы өзіңіздің көзқарасыңызды айта кетсеңіз. Енді ол қазіргі кездегі мынау халық деген оянып келе жатыр. Бір сондай уақыт болды. Шеттен келген шет ағымдар қазақтың санасын жаулап алған. Бірақ көп қорқытады, терең батырады дейді. Көпшілік оянып келе жатыр. Өйткені біздің ата-бабаларымыздың діні дұрыс. Ата-бабаларымыз қателеспеген. Неге? Егер олар қателессе, онда біз екеуміз осы жерде отырмаушы едік, сайрап. Дұрыс айтасыз көке. Көке, екінші сұрақ. Қазір қоғамға кімдер жетпейді дейді. Бұл сұраққа не деп жауап бересіз? Бізге қазіргі кезде қоғамымызға интеллектуалдар керек, ақылдылар. Яғни, мынау біреудің көп айтса көнді, жұрт айтса болды дейтін надандар емес. Бізге таразыда, қазыда өз бойында, өзі ойлап, өзі шешетін, елдің тағдырын бірінші орынға қоятын, өзінің бас мүддесі емес, елдің тағдырын бірінші орынға қоятын азаматтар керек. Бүкіл деңгейде. Өте керемет. Мектеп директорынан бастап, ауылдың әкімінен бастап, парламент, бүкіл жерде елдік принципін бірінші орынға қоямыз. Айтпайынша біз ел бола алмаймыз. Иә, дұрыс айтасыз. Парақорлардан ажырау керекпіз дейсіз ғой. Аға, маған мынандай бір сұрақ қойған екен, жауап бере салайыншы. Журналист, сіз анайы сұрақтар қойып отырсыз дейді. Омар аға, мен сізге анайы сұрақтар қойдым ба? Не дейсіз осыған? Енді бұл енді сіз жаңағы жеке басқа қатысты сұрақтар қойып отырсыз деп отыр ғой, ана мысалы жаңағы айтып отқан сұрақтарға. Енді ол былай. Сіз енді маған сұрақ қойып отырсыз, мен мысалы оны анай деп есептеп отырған жоқпын. Неге? Өйткені әр адам өзінің деңгейінде сұрақ қояды. Дұрыс па? Сонда сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Мысалы, сіздің жаныңызды не ауыртады, соны сұрап отырсыз да сіз. Омар аға, бүгінгі таңда біздегі көптеген журналистер бетке сөйлемейді, көтке сөйлейді ғой. Енді көт деген жаман сөз емес қой, көті бар деген бабамыз болған. Мен өкінішке орай ондай емеспін да көке. Мен атын атап түсін түстеп тұрып сөйлеймін да. Менің анайлығым сонда шығар. Ресейдің қаупі туралы не дейсіз көке? Осыған жауап беріңізші. Енді сұрақ қойып отыр. Ресейдің халқы, оларда ақырындап, халық ол бүкіл жерде халық. Олардың жалпы қауіп, Ресейден қандай қауіп бар дейді бізге? Бізге Ресейден ешқандай қазір қауіп, дәл қазір бізге Ресейден ешқандай қауіп жоқ. Неге? Өйткені Ресейдің өзінің халқы оянып келе жатыр қазір. Ресейдің халқы өзі оянып келе жатыр. Олар мына орнаған постсоветтік жүйені түбінде олар сонда өзгеріске ұшырайды. Неге? Өйткені қазақта бір сөз бар ғой, таң атпайын десе күн қоймайды дейді. Әлемдегі болып жатқан демократиялық құбылыстар Ресейде де болады, мен оған сенемін. Ресейдің оған күш қуаты жетеді. Өте керемет. Мынандай сұрақ қойды Омар аға сізге. Кешірім сұрайын. Бізге жалпы Омар аға демократия керек па дейді. Осы сұраққа не деп жауап бересіз? Черчилль айтты ғой. Бір сөз бар ғой, демократияны бәрі жамандайды дейді. Бірақ өкінішке қарай адамзат баласы демократиядан артық әлі ештеңе ойлап тапқан жоқ дейді. Өте керемет. Бекболат Тілеухан жайлы қандай ойдасыз? Халықтың элитасы ма дейді. Сізге сұрақ қойыпты көке. Енді Бекболат ағамыз ол кісі менің түсінігімде ол кісі кезінде
кезінде қазақты оятқан жігіт та. Мгм. Кезінде ақтан берді жаңағы күлдір кісіні етіп деп сол кісі домбыраны қолға алған кезде 2000-3 мың адам тікесінен тік тұрып аруақтанып кеткенін мен көзім көрген адаммын. Мгм. Маған сол Бекбол ту қалпында қалды да көз алдында. Сол халыққа сол кезде халықтың рухын көтерді. Ал Керемет. енді қазір істеп жүрген тірлігіне ол өзі жауап береді. Өте керемет. Сізге мынандай сұрақ қойыпты аға. Тұрсын Жұртбай, Шыңғыс Мұқан деген кісілерге қалай қарайсыз дейді. Жақсы Сол қараймын. кісілерге деген көзқарасыңыз дейді. Мен сізге айтайын. Мен жалпы адам баласын жамандамаймын. Сөз бе? Мгм. Өйткені менің ұстазым Шәкәрім айтады ғой. Мгм. Таза емес деп шекпенін сыртын көріп мін тақпа. Мгм. Әркім орар екпенін өз ішінде салмақта. Ол не жақсы, не жаман, оның жүгі сенде емес. Десе біреу мен аман, кемшіліктен кенде емес дейді. Керемет көке, керемет. Мұсылман баласы біреуде шаруасы болмау керек қой. Сен өзіңе қарасаң, сен кімсің, сен қандайсың? Тұрсын Жұртбайда шаруаң қанша, Шыңғыс Мұқанда шаруаң қанша? Мен кіммін, мен не істеп жатырмын қазақ үшін? Мен өзімнің нәпсімді жеңе алдым ба деп әр адам өзімен күресу керек қой. Ал өзімен күреспеген адам әлбетте біреумен күреседі. Керемет. Мына сұраққа не деп жауап бересіз, сізге қойыпты. Мұхтар Шаханов ағамыз жайлы айта кетсеңіз дейді. Не айтасыз дейді? Ойыңызды білдірсеңіз. Мұхтар Шаханов, бұлардың бәрі есті адамдар да, есті дейді ғой. Өйткені тағы бір менің ұлы ұстазым Асан Қағай айтады ғой. Есті көрсең кем деме, бәрі тұйғын табылмас. Қарындасын жамандап, саған туған табылмас дейді. Сонда бұлар есті адамдар ғой бәрі. Мұхтар Шаханов болсын, бүкіл қазақтың жаңағыдай қаймаға жылт етіп бетке шыққандардың барлығы есті адамдар. Әрине, әркімде кемшілік бар. Бірақ Асан Қағай айтып отыр, есті көрсең кем деме дейді, бәрі тұйғын табылмас. Қарындасың жамандап, өзіңе туған табылмас. Жалпы жамандау өте керемет. Өте керемет. Омар аға, сізге сұрақтар енді бірінен кейін бір өтіп тұр. Иә. Жас Алихан Бөкейхан танушы Елдос Тоқтарбай туралыға ойыңыз қандай? Сол туралы айтсаңыз. Өте жақсы пікірім. Елдос Тоқтарбай, мына тағы да Заңғар деген жігіттер өте жақсы келе жатыр. Бұлар әгі бүлінбеген, бұзылмаған жас толқында олардың үлкен зор үміт күтемін. Өте керемет. Мұхамеджан Тазабек ағамызға байланысты көзқарасыңызды сұрап жатыр сізден. Енді Мұхамеджан ағамыз ол ақын ретінде менің көз алдымда қалды да, және ол мен өзім ойлаймын, ол ақын ретінде халыққа көп пайдасын тигізер еді. Өте керемет, дұрыс айтасыз. Аға, енді сіз сөзсіз өте керемет жауап беріп жатсыз аға. Бір құдды бір тергеушілер сияқтысыз. Иә. Омар аға, парламент депутаты болып жатсаңыз, сіз жалпы сізден не күтеміз дейді? Жалпы мына Конфуцийден сұрапты, сіз неге депутат болмайсыз деген ғой, енді мемлекет басқармайсыз депті. Аха. Конфуций былай да жауап беріпті, мен үйде әке-шешемді сыйлаймын, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетемін, қақпаның сыртына шыққан соң достарыммен риясыз қатынас жасаймын, өз ісіме адалмын, міндетімді кіршіксіз атқарамын, мемлекетті басқару осы емес пе депті. Сөз жоқ. Сөз жоқ. Мынандай сізге сұрақ қойған екен. Асқар Жұмаділдаев ағамыздың қоғамға ақын емес, технолог керек деген сөзіне не айтасыз дейді? Енді қоғамға бәрі керек. Бәрі керек. Серік Асылов айтады ғой. Махамбеттер болмаса, қорқақ бүкіл адамзат, ақындары болмаса, ақымақ бүкіл адамзат дейді. Сондан ақын керек. Ақын, бірақ қандай ақын керек деген кезде бізге Абай сынды, Шәкәрім сынды, Мәшһүр сынды ақындар керек қой. Елді өрге сүйрейтін, өзі жаңағыдай жылап, өзі қамығып жүрген халықты одан сайын қамықтырып, одан сайын жаңағыдай төмен өзінің басымен қайғып жүрген ақындар емес бізге. Бізге елді жаңағы Мағжан сияқты, Абай сияқты ақындар керек. Өте керемет аға. Аға, жүрегіңіз зырқ ете қалып жүрмесін, мына сұрақ қойып жатсам, бірақ қойып жатыр. Мен сізге қоюға парызым. Мұхтар Әблязов туралы ойыңыз қалай дейді сізге? Мұхтар Әблязов, енді ол кісі
ол кісі қазір мынау неде шетелде өзінің дәрістерін, өзінің тікелей эфирлерін шығарып жатыр. Мен өзім ойлаймын, қоғам болғаннан кейін бәрі керек. Мысалы, Орыста Совет үкіметі кезінде диссиденттер болған, түсінесіз бе? Бізде болған диссидент. Орыстар мысалы, сол Совет үкіметі кезінде шетелге кетіп қалып, газет шығарып, сол жақта мысалы қаншама мысалы олар тірлік жасатты. Сонда мен өзім ойлаймын, бізге қоғам болғаннан кейін бәрі керек бізге. Керемет. Омар аға, сізден мынандай сұрақ қойыпты бір қарындасыңыз. Үйдегі балаларымызды қай бағытта тәрбие берген дұрыс дейді көке? Қазақ бағытта. Жалпы қазақ бағытта тәрбиелеу керек, өйткені біздің қазіргі кездегі, егер біз қазақша тәрбиелемесек, ол жаңағыдай мал бағатын. Қазір бір минут. Асықпаңыз. Зарядкасы бітіп жатыр. Сізге бәрі жарасады, Омар аға. Сондан ол қазақ қалыпта тәрбиелеу керек, қазақ қалыпта. Егер біз қазақ қалыпта тәрбиелемесек, онда сол біздің оқытқан балаларымыз ертең өзімізге жау болуы мүмкін. Ал қазақ қалыпты дегенде, ол жақсы тәрбие, ол ершілдік, ол ұлтшылдық, елдің қамын ойлайтын балаларды тәрбиелеуіміз керек. Өйткені біз кемедеміз. Қазақ деген алып кеме. Қазақ айтады, кемедегінің жаны бір дейді. Сондан қазақ қазір баласын ертең өскенде мен асырайсын деп емес, ертең өскенде елге пайдалы азамат бол деп тәрбиелеу керек қой. Сол кезде ел аман болса, біз аман боламыз. Елде бар болса, ерінге тиеді. Керемет аға. Аға, бізде бір кісілердің бір копиясы шыққан бүгінгі таңда, Жанболат Мамай деген. Соған байланысты сіздің көзқарасыңызды сұрап жатыр. Енді мен саясаткер емеспін, бірақ мен өзім ойлаймын. Бізде қазіргі кезде қоғам болғаннан кейін Жанболат Мамай сияқты, жаңағы айтып отқан, ондай адамдар да керек бізге. Өйткені біз тірі болуымыз керек та, бәріміз бірдей, жаңағыдай инкубатор сияқты болудың қажеті жоқ. Ана, мысалы бір жігіт айтады да, мысалы Түркияда әртүрлі көзқарастағы әртүрлі адамдар бар дейді да, мысалы, әртүрлі. Бірақ бір ғажабы дейді, ел басына күн туғанда олар бәрін ұмытып бірігіп кетеді дейді. Сондықтан енді адамдар әртүрлі ғой, мысалы, әртүрлі болсын, бірақ бәрімізді біріктіретін бізде ғажайып бір ұлы мақсат, мұрат болу керек, ол қазақтың қамы. Қазақ дегенде біз бәріміз бірігіп кетуіміз керек. Керемет аға. Аға, маған бір сұрақ қойып, мен жауап бере салайын. Нұрсейіт саған өзі кім ұнайды? Кәсіпкерді, не әншілерді тағы басқа ұнатпайсың? Қай саладағы адам ұнайды дейді. Алтыным Қарғам Акимбаева ма? Фамилияны қате етсем кешірім сұраймын. Маған осы Омар ағамыздай азаматтар ұнайды. Омар Жәлел дейді. Міне, осындай азаматтар болса, маған Марғұлан Сейсенбайдай азаматтар ұнайды. Бетке айтатын, кәдімгі турасын айтатын, туғаны да жақпаса да, осындай адамдар ұнайды міне маған. Тағымды айтайын сізге, бизнесмендерден Сырымбек Тау сияқты азаматтар ұнайды маған. Міне, сондай болу керек. Міне, маған ұнайтындар. Енді көке, сізге бір сұрақ қойып, мен тағы айта кетейін, кешірім сұрайын. Бізде ислам болмаса, Омар аға айтыңызшы, ештеңе болмайтын еді, өзгермейтін еді ғой дейді. Біз мынау қазіргі кезде көп адамдар сол біздің асыл дініміздің қадіріне жетпей жүр. Шын мәнінде бұл ислам діні ол қазақтың қанына сіңген, мұсылмандық біздің жанымызға сіңген, қазақты қазақ қылған. Сондан соны түсініп қадіріне жетіп, діннің тазасын тауып алуға Алла тағала бізге ақыл берсін. Өйткені шәкәрім айтады ғой, бүлдіріп бұзып есіл дінді, дін десе тұрағаш десті азамат дейді. Оның обалы тәпсірші де адасып нұрлы аятқа жағып тұтады. Сондықтан мен өзім ойлаймын, ол мәселе дінде емес, мәселе сен деді, өзің жеке басында. Егер сенің ақылың жетпесе, діннің тазасын тауып алу, оған діннің оған кінәсі жоқ сөз бе? Керемет аға. Аға, мына жерде мынандай сұрақ қойыпты сізге. Біздегі білім беру жүйесіне қаншалықты көңіліңіз толады көкесі дейді. Мен өзім ойлаймын, біздің білім беру жүйесі ұлттық бағытқа өтетін уақыт келді.
ұлттық, яғни қазақтың есі шығып тұратын бағытқа өтетін уақыт келді. Мгм. Мгм. Так, Қытайдың саудасынан қорқу керек па? Қорқу керек дегендерге не деп жауап береді? Жалпы Қытайдан қаншалық қауіп бар дейді көке? Өте дұрыс айтып отыр. Негізінен кезінде Жүсіпбек Аймауытов айтқан ғой. Қытайдың саудасынан қорқыңдар дейді. Неге? Өйткені қытайлар дейді, олар Жүсіпбек Аймауытовтың бір сөзі бар, ұлтты сүю деген мақаласында. Олар үмек шүмегімен дейді саудамен ағылып келіп, оларға ел алу, жұрт алу деген түк емес, олар ғасырлар бойы бұны меңгерген дейді. Сондықтан қазіргі кезде мысалы Түркияда бәрін өздері шығарады, Қытайдың товарын кіргізбейді. Неге біз мысалы өзіміз товарымызды шығармаймыз? Не, біз 18 миллион халықты асырай алмаймыз? Өте керемет көкесі. Сонда ол Қытайды жамандамау керек. Сен өзің товар шығарды, болды. Жамандама біреуді. Егер саған біреудің товары келіп жатса, ол Қытайдың кінәсі емес, сенің кінәң. Неге? Сен өзің харекет етпей отырсың ғой. Сен өзің ойын сауықтан, тойдан қолың тимей жүр ғой. Өте орынды көке, өте дұрыс айтасыз. Ағасы сізге мынандай сұрақ қойыпты. Бізде қазақ өзі бір геройларды пір тұтқан жақсы көреді ғой, сол бір геройлардың біреуіне айналған. Ол қаншалықты герой екенін мен білмеймін, бірақ өзімен жақындарда бір сұхбат құрсам ба деп жүрмін. Серікжан Біләш туралы ойыңызды білгісі келіп жүр көпшілік көке. Енді мен оның анық қанығын білмеймін, әртүрлі пікірлер бар, әртүрлі пікірлер. Бірақ енді мынау ксенофобия деген бар ғой, Қытайға деген қорқыныш, ол бізде ғана емес, ксенофобия дейді. Дұрыс айтасыз көке. Ол Америкада, ол Еуропада, сол ксенофобияны қазақта бұрыннан бар ғой өзі. Ксенофобия қазақта бұрыннан бар өзі. Дұрыс айтасыз. Қалып кеткен қазақтың санасына сол ксенофобияны қайта оятқан сол жігіт қой. Дұрыс айтасыз. Көке, мына сұраққа жауап беріңізші. Сізге былай деп қойып жатыр. Бүгінгі таңда қыздардың көпшілігі ажырасуға құмар болып кетті дейді. Үйіндегі шешелері ішіме сыйған қыз сыртыма да сыяды, кел қалқам. Өзім бұйырса сен бағып қағып алам бала шағаңмен деп айтады дейді. Осыған байланысты көзқарасыңыз көке. Бұл өте қауіпті, өте жаман нәрсе бұл. Өте. Бізді қазақты құртатын нәрсе негізі былай. Қазақ айтқан жаңағы. Бұрын қазақ қызын ұзатқанда айтқан. Сүйегің сол босағадан шықсын деп ұзатқанда. Неге? Елдің қамын ойлайтын ана, елдің қамын олай деп айтпау керек. Кеше Жамбыл Артықбаев профессор жақсы мақала жазды Фейсбукқа, сонда айтады ғой. Қазақ неден құрып жатыр? Отбасы институтынан құрып жатыр дейді. Сонда қазір бұрынғы отбасылық жүйесін қайтадан қалпына келтірмейше қазақ құрып кетеді дейді. Егер қазақ отбасында бұрынғы қазақтың жаңағы еркекті сыйлау, еркектің өз орны, әйелдің өз орны, бала шағаның өз орны, яғни қазақи жүйені қайтадан қалпымызға келтірмесек, онда ешқандай экономикада, саясатта, шығармашылықта жетістікке жетпейміз. Неге? Өйткені отбасымызды реттеп алмасақ, қалғанның бәрі далбаса нәрсе. Өйткені қазақ айтып отыр ғой, отан отбасынан басталады дейді. Егер отбасынан... Аға, маған бір сұрақ қойыпты, сөзіңізді білейінші. Смотра Шымкент деген жазған екен, биткен екен. Нұрсейіт, сен терпей аласың ғой, ментпен жұмыс істейсің ғой дейді. Мен осыған жауап бере салайын. Смотра Шымкент па, Шымкенттің смотрящийсің ба? Мен дайрегіме жазшы. Мен сені көктен болса көктен, жерден болса жерден тауып аламын. Мен терпей ала болатындай сенің ағайының туысқаның терпей етіппін ба, әлде менің біреуге жазған арызымды сен оқып пең. Так что, братан, кішкене алдартыңа қарап сөйле. Мына сөз үшін әке-шешең жылап қалуы мүмкін. Кешірім сұраймын Омар аға. Жақсы. Өйткені удың бетін у қайтарады. Жауап беру парыз. Омар аға, сізге сұрақтардың бірі. Санжар Керімбай жайлы ойыңыз дейді. Санжар Керімбай қазіргі кездегі мынау қазақтың интеллектуал жігіттерінің бірі. Түрік тілін, ағылшын тілін жетік меңгерген, яссауи мұрасын меңгерген, логотерапияның қазаққа алып келген Санжар Керімбай деп білем. Сондан өте пайдалы, қоғамға өте пайдалы жігіт. Өте керемет аға. Жалпы Марғұлан Сейсенбай ағамыз туралы сізден сұрап жатыр көке. Нақты айта кетіңіз, жақсы араласасыз ба қалай дейді? Мен ол кісімен араластығым жоқ, бірақ сұхбаттарын тыңдаймын. Ол кісі бәрін көріп, миллиардер болып, бірақ бәрін баянсыздығын біліп, қазаққа қызмет етемін деп
қазаққа қызмет етуге бел байлаған жігіт та. Әрбір қазақтың бизнесмені, әрбір қазақтың қаржысы бар жігіті Марғұлан Сейсенбай деп болса, онда ұлттық буржуазия қалыптасады да қазақта. Ал ұлттық буржуазиясы бар халық ешкімнен қорықпайды. Біз қазір неден сорланып отырмыз? Өйткені ұлттық буржуазиямыз болмай отыр да. Өте керемет. Көкесі сізге бір жақсы сұрақ қойыпты. Павлодар, Петропавл аттарын қалай өзгертеміз дейді. Осыған өзіңіздің ойыңызды айта кетсеңіз дейді. Енді оны өзгертетін ештеңесі жоқ. Ол Петропавлдың бұрынғы аты Қызылжар ғой. Өзінің ескі өзінің атауы соған қою керек. Енді Павлодардың Кереку деген аты бар, өзінің тарихи атауы. Білмеймін, мен мамандар шешер. Бірақ енді ескі жырларда, Майраның әндерінде бәрінде Кереку деп аталады. Мен енді маман емеспін бұл тақырыпта, бірақ өзім ойлаймын бұның атын өзгертетін уақыт келді. Неге? Өйткені бұл да топономика дейді ғой, әлгі кешегі отарлау саясатының ұлы жемістері ғой. Енді қазіргі уды қайтарады деп жатсыз, сол сияқты енді біз отарсыздануымыз керек. Отарсызданудың бір парасы ол қала аттарын өзгерту. Өте дұрыс айтасыз. Омар аға, сізге мынандай сұрақтардың бірі, жалпы бүгінгі таңда әйелдері жұмыс жасайды, еркектер үйінде отырады. Бұған байланысты өзіңіздің көзқарасыңыз. Өте қате. Ер азаматтар жерге таптамай қойып осыған аға. Өте қате бұл пікір. Неге? Өйткені қазақта бір қазақ бағана айттық қой, адамды қалай тәрбиелеу, қазақи жүйемен тәрбиелеу керек деді. Сонда қазақтың жүйесі қандай? Қазақ айтады, мал таппайтын еркек болмайды дейді, тұрарын айт. Бала таппайтын қатын болмайды, тұрарын айт дейді. Міне қазақи жүйе. Сонда қазақтың еркегі мал табу керек. Сонда ғана қазақтың қатыны бала табады да, сонда ғана қазақ өседі. Егер қазақтың еркегі мал таппаса, онда қазақтың жаңағы әйелі бала таппай қояды. Онда біз құрып кетеміз. Онда бізді саны көп ұлттар басып алады. Сондан ақылды әйел, еркегіне жұмыс істетіп, өзі бала табу керек. Соған ақыл жету керек. Ақымақ әйел ғана еркектің де жұмысын, әйелдің де жұмысын мойнына артып алады. Ақымақ әйелдің тірлігі. Ақылды әйел, соған ақыл жету керек. Яғни ол өзіне артық жүк алмау керек. Оның жүгі онсыз да ауыр. Ана болу, бала өсіру, бұл өте мәртебелі және қиын жұмыс. Өте керемет. Енді сізге бір сұрақтардың бірі қойылған екен, мен сол азаматқа жауап бере салайын. Дикий Арман туралы ойыңызды енді Омар ағадан Дикий Арман сұраған ыңғайшы шығар. Сондықтан сіз Омар аға айыпқа бұйырмаңыз, бірақ бауырымда енді білгісі келіп тұр ғой, онда кінәсі жоқ. Көкесі, мынандай сұрақ. Омар аға, шынымен, шын жүрегіңізбен 5 кітапты айтыңызшы дейді. Бала шағаға осы нұсқайтын. Жақсы. Міне, мен сізге айтайын, міне. Көріне ме? Міне, алдаспан. Көкесі, көрінеді. Алдаспан дейді, алдаспан. Мынау Мұхтар Мағауин шығарған алдаспан. 25 жасында шығарды осы кітапты. Осы кітаптың ішінде Асан Қайғыдан бастап Шал Ақынға дейін жыраулардың еңбектері бар. Міне осыны әрбір қазақтың баласы жаттау керек, жатқа білу керек. Мені Омар Жәлел қылған кітаптардың бірі алдаспан. Міне, мен столымда жатыр. Екінші Абай, міне. Абай. Жатыр ма? Абай. Так, Шәкәрім. Мына Шәкәрімнің иманым ғой, мына сырты неткен ғой. Керемет аға. Міне, Шәкәрім. Әр қазақтың баласы осы Абаймен. Жалпы мен өзім ойлаймын, мына жас үйленген жігіттер болса, балалардың тілі Абаймен шығу керек. Міне, өйткені Әуезовтің тілі Абаймен өлеңдермен шыққан, Тұрсын Жұртбайдың тілі Абайдың өлеңдерімен шыққан, Мұхтар Мағауиннің тілі Абайдың өлеңдерімен шыққан. Аю отырып партада, екі қолы қалтада деген сантырақты қою керек. Балалардың тілін Абаймен шығару. Сонда ұлтшыл, елшіл, елдің қамын ойлайтын азаматтар өсіп шығады. Яғни, ағылшындар айтады, істің басы, жақсы басталуы, істің жарысы дейді. Өте керемет. Міне жерде аға сұрақ қойған екен. Жалпы алдағы уақытта партия құру сіздерде жоспар бар ма дейді. Мен бұл сұраққа жауап бере салайын. Бізде достар партияны құрғызбайды біріншіден. Ол құрылып жатқан қазіргі таңдағы партиялар, олар, значит, үкіметтің бір жобасы деуге болады. Шын айтайын, ашығын айтайын. Омар аға да осымен келісетін шығар. Көкесі, сіз мына сұраққа не деп жауап бересіз? Қазір тарихшы Мәмбет Қойгелдиев көкеміз туралы айта кетсеңіз дейді. Өте жақсы. Мынау Асқар Сүлейменов деген мықты қазақтың лингвистикалық прозасын негізін қалаушы Асқар Сүлейменов қаламгерде жатқан кезде Мәмбет Қойгелдиев іздеп келеді ғой әңгімелесуге. Асқар өз заманының интеллектуалы еді. Өте мықты Асқар Сүлейменов. Сонда
2 сағат сұхбат құрады, сонда Асқар айтыпты ғой. Мгм. Ей, қазақтарда менімен тебісетіндей, теңдер сөйлесетіндей тарихшы туыпты ғой деп айтқан ja. Мгм. 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 Сонда ол сондай келді да, Мемлекет Қойгелдиев. Алаш зерттеген. Жалпы, анаған қалай қарайсың, мынаған қалайсың деп қою керек негізі. Жалпы мынау қазақ қазір мен түсініп отырмын, жаңағы анаған қалай жамандау, бір-бірін көре алмау. Керісінше, оларды жамандамау керек. Адамды. Мгм. Олардың кітабын оқу керек. Оларды тану керек. Неге біз мысалы біреудің сыртынан том пішкен жақсы көреміз? Неге? Біз өзіміз аз халықпыз, 18-ақ миллионбыз. Неге біз бірімізді итіне жек көреміз? Неге анау андай, мынау мындай дейміз? Одан да Құдай саған ақыл берді, неге кітабын оқымайсың? Ақ пен қараны өзің неге ажыратып алмайсың? Неге оқымай тұрып пікір айтасың ол туралы? Өте дұрыс айтасыз, керемет. Ақ пен қара, Бағлан Әбдірайымовтың да кітабы бар. Ақ пен қара жақсы кітаптардың бірі. Көкесі, сізге мынандай сұрақ қойыпты. Осыған жауап беріңізші. Омар аға, мен сізді қатты құрметтеймін, сыйлаймын. Қазақтың жарық жұлдыздарының бірісіз дейді. Бірақ бүгінгі таңда ер азаматтарды төмендетіп, жерге түсіріп жатады, керісінше әйелдерді көтеріп жатады дейді. Бұдан қашан біз арыламыз депті көке. Мен сізге айтайын. Қазақтың ер азаматын құрметтемей, әйелдің мәртебесі көтерілмейді. Өйткені қазақтың ер азаматын көтерген кезде ғана олар ақша таба бастайды, сол кезде әйел өзін әйел сезіне бастайды. Сонда ғана ол ана болу құқығына ие болады. Сонда ғана ол алаңдамай ұрпақ өсіреді. Сонда ғана ол бүкіл тәрбиесін жаңағы асыл сүтімен қоса ата-бабамның қанымен сіңген асыл рухын баласына беріп алаңсыз болашақ Әлихандарды, Ахметтерді өсіп шығарады. Ал таңертеңнен кешке дейін жұмыстың соңында жүрген әйел, мал тауып жүрген әйел, ақша тауып жүрген әйел, ол бала шағасын қашан, қалай тәрбиелейді? Соны кішкене ойлануымыз керек. Керемет. Омар аға, сізге енді сөзсіз сұрақтар қойып жатыр. Азаматтарға көңілім, енді сәбидің көңіліндей болып тұр ғой, алғысым шексіз. Омар аға, өсіңіз, өркендеңіз, дамыңыз көке. Алла разы болсын. Сіз бағана айттыңыз ғой, Омар аға, екеуміз шыны керек қанша қайнаса да сорпамыз піспейтін жандармыз ғой. Сіз бөлек жансыз, мен бөлек жанмын. Сондықтан көке, сізге жаныма жақын ағалардың бірісіз. Самғаңыз аға, өсіңіз. Рахмет, Алла разы болсын. Ешқашан құлдыйламаңыз аға. Біздің уақытымыз таяп қалды. Халықтың тарапынан, соның ішінде менің тарапымнан көмек керек болса, менің номерім бар. 24 сағат сіз үшін қызмет етуге дайынмын көке. Алла разы болсын. Алла разы болыңыз. Алла разы болсын. Рахмет сіздерге, құрметті достар. Аман болайық, көріскенше күн жақсы болсын. Омар ағамыздың кітабын оқыңыздар. Омар ағамыздай қазақтың азаматтар көп болсын. Мына бүгінгі таңда аднаразы жігіттер көп қаптап кетті, ашығын айтқанда. Оларға тіркелгеннен қарағанда, осы Омар ағаның өсіп өркендеуіне, осы кісінің дамуына атсалысайық. Сау болыңыздар. Жақсы көке. Рахмет, Алла разы болсын.